Армысыздар, құрметті көрермендер. Ақбота Сеймағамбет бұрынғы күйеуі Дәурен Айдарқұлов туралы бар шындықты айтты. Сондай-ақ актриса Ақбота Дәурен Айдарқұловтың үшінші әйелі деген қауесетке қатысты жауап берді. Белгілі әнші актриса Ақбота Сеймағамбет хабар арнасына берген сұхбатында бұрынғы күйеуі Дәурен Айдарқұлов және әкесі мен балаларының қарым-қатынасы туралы баяндады. Бұл туралы ақпарат агенттігіне хабарлады. Өнер иесі бұрынғы күйеуімен мен үшін ажырасқаны және осы күнге дейін байланысын үзбегенін жасырмай айтты. Араласамыз, өйткені баламызды жұмысымызда ортақ, жасырмаймын. Әлі күнге дейін бірге жұмыс жасаймыз. Баласын кез келген уақытта көреді. Ол әулетте келін болып түстім. Басыма орамал салды. Еншімізді алып бөлек шықтық. Сөйтіп жүргенде бір-бірімізді түсіне алмай кеттік. Біраз уақыт бірге тұрайық деп шешім де қабылдадық. Өзара сөйлесіп, келісімге келіп екіге де кеттік. Балалармен араласады. Кез келген уақытта көмектеседі. Ол кісіні жамандай алмаймын, себебі балажан. Хабарласса баласын көріп кетеді. Жұмысқа шықсам, тойда, түсірілімде жүрсем де балам өзіммен бірге жүреді. Сериалға түстім, балам 1,5 ай бойы жанымда жүрді. Әкесі алып кетеді, алып келеді. Кейде жеңгеме де тастап кетемін. Құрбым да жақында Алматыға көшіп келді. Көмектесетін адамдар бар. Оның үстіне апам жақында зейнетке шықты. Ол кісі де қарасып көмектеседі, деді Ақбота Сеймағамбет. Әнші бұрынғы ата-әкесімен де жақсы қарым-қатынаста. Сондай-ақ актриса Ақбота Дәурен Айдарқұловтың үшінші әйел деген қауесетке қатысты жауап берді. Ол жағын айтпай-ақ қояйын, өйткені ердамның намысына тигім келмейді. Бірақ ата-енем мені жақсы қабылдады. Үлкен кісілер әр қызындай қарайды, ақылдарын айтты. Біз ажырасамыз дегенде ол кісілер таңғалды. Біраз уақыт бөлек те тұрып көрдік. Не дегенмен елді біраз шулаттыңдар. Өздерінің махаббаттарың да бар деп ақылын айтты. Ол кісілерге мін таға алмаймын. Менің балаларымды өздерінің үш немересімен теңдей көрді. Ата-енем әлі күнге дейін араласып тұрамыз. Ол кісілерге алғысым шексіз. Арамыз үзілген жоқ, деді өнер иесі Ақбота Нұр. Осылай өзінің жеке парақшасында және Стан.kz хабарламасында айтты.